Кайырлы bir вакыт, құрметті қадірлі көрермендер. Бүгін біз трекинг деген әдісті үйренетін боламыз. Мен өте оңай, яғни жеңіл жолын көрсетейін. Бұл көп уақыт қажет ететін әдіс. Негізі біз мына жерде трекинг жасау үшін Windows бөлігінде трекер деген бар. Таңдаймыз. Трек motion дейміз. Бізге айналу керек, позициясы бойынша керек және scale бойынша керек. Мына трекер point дегендерді керек жерлерімізге қоямыз, нүктелерге. Содан кейін одан да күшті. Көздеріне қойып тастайық. Көздеріне қойдық. Енді бізге қандай да бір таргет керек. Ол үшін біз қандай да бір нолды жасайық. Edit таргет дейміз. Нолды таңдаймыз. Анализ дегенді басамыз. Мына екі трекерді қараймыз. Осы трекер екі жақ лақтырып жібермеу керек. Әзірге жақсы кетіп жатыр. Мына ұшып кетті, көрдіңіздер ма? Біреусі. Ұшып кеткен жерді іздейміз. Міне. Мына кадрдан кейін келесі кадрда ұшып кеткен, соны жөндеп жібереміз де, көзге қайттан қойып. Жылжытып жібереміз де, қайттан қосамыз. Әзірге жақсы. Керемет. Трегіміз жасалды. Енді окей дейміз. Байқап тұрғаныңыздай, нул осы немен бірге жүріп жатыр. Біз кез келген элементті, мысалы, қандай да бір суретті болсын алып, 3D қосып, слой нулға тіркеп жүрсек, кішірейіп жіберейік шамалы. Жүрсек, суретіміз сонымен бірге жылжып тұр. Бұдан бөлек біз мәтін қоя аламыз. Сава 2 деп қойық. Түсін өзгертейік. Үлкейтейік. Оға тіркейік та. Осылай қойық. Түк. Кішірейтейік. Және қойсақ былай. Жазу банкімен бірге қимылдап жатыр. Кешіру дейік бірінші. Көрген видеомыз қайта қатпас үшін. Хоп. Трекинг деген осы ағайын. Бейбіт күндерде жолыққанша. Дәс.